Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен гранола дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай сары майымызды отта ерітіп аламыз. Үстіне табиғи бал қосамыз. Табиғи бал болуы міндетті. Себебі ол гранолаға өзінің дәмін береді және табиғи балдың консистенциясы қажет. Екеуін ерітіп аламыз. Одан кейін үстіне сұлы үлпектерін қосамыз, яғни овсянка. Магазинде таңдаған кезде сіздер овсянканың ешқандай қоспасыз түрін таңдайсыздар, тек қана овсянка деген ячмень болуы мүмкін, ішінде сол сияқты қоспаларсыз таза түрін таңдаймыз. Осылай барлығын араластырамыз. Массамыз бізде дайын. Біз енді пергаментный қағаз төселген противенімізге осылай жайғастырамыз, жұқалап жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп жаясыздар. Және қызып тұрған пешке салып аламыз. Ең бастысы бізде оны араластырып тұруымыз керек. Бұл жерде орех дайындаймыз. Менде грецкий орех және арахис. Екеуін турап аламыз. Бұл жерде мен уже духовкаға салып алдым. 5-шамамен 7 минутта осылай болып шықты. Шет-шеттері бірінші піседі, сондықтан ортасына қарай алмастырамыз. Қайтадан пешімізге саламыз. Ана жақта мен орехтарымды дайындап жатырмын. Осылай сәл қызарғаннан кейін орехтарымызды саламыз. Себебі орехты басында салсақ, ол күйіп кетеді, дәмі жақсы болмайды. Сондықтан орех салғаннан кейін сәл-сәл салып аламыз. Мен дәмі үшін бұл жерде какао қостым және корица қостым. Осылай қосып көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Енді араластырып пешімізге салып аламыз. Мінекей біздің граноламыз дайын. Гранола осылай дайын болған кезде бірденен қытырлақ болмайды. Оны суытасыздар, суығаннан кейін ғана қытырлақ формаға енеді. Сондықтан қытырлаққа енгіземін деп қатты ұстап күйдіріп алмаңыздар. Осылай болып шығады, өте дәмді, өте пайдалы таңғы ас. Жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.